Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Жаңартылған білім беру мазмұны негізінде қазақ тілі пәні бойынша оқу бағдарламасы сөйлеу әрекеті дағдыларын дамытуға бағытталған. Бұл бейнебаян оқу бағдарламасында жазылым бөліміне берілген оқу мақсаттарына шолу жасауға арналады. Жазылым бөлімі 6 оқу мақсатынан тұрады. Олар: жоспар құру, әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну, эссе жазу, оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін, яғни компрессия жазу, мәтіндерді түзету және редакциялау. Оқушы жазылым үдерісін тиімді жоспарлау үшін ең алдымен мұғалім мен оқушы, немесе оқушы мен оқушы диалог арқылы тақырып аясында идея жинақтайды. Сол идеяның негізінде жоспар құрады. Оның алғашқы нұсқасын көпшілікке ұсынып, жоспарының артық кемшілігін анықтап алуға мүмкіндік алады. Содан кейін жоспарға сай жазба жұмыстарын орындайды. Оны қайта қарап, соңғы нұсқасын түзету және редакциялау жұмыстарын жүргізеді. Ең соңында жазба жұмысын өзі оқып беруге немесе өзгенің назарына ұсынуға мүмкіндік алады. Жоспар құру жазылымға дайындау кезеңіне жатады. Оқушылар берілген тақырып аясында талқылау жұмыстарын жүргізеді. Бұл үдерісті олар топтық, жұптық жұмыстар арқылы жүзеге асырады. Сол арқылы олар тақырыпты талқылап, өз идеяларымен бөліседі. Оқушылар бұл тұста ментальды карта, кластер және тағы басқа тиімді әдістерді кеңінен пайдаланады. Идеялар топтастырылып, сұрыпталып, жоспар құрылады. Жоспар құруда қажетті мәліметтерді жинақтауға мүмкіндік беріледі. Әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру. Яғни бұл мәтіндер құрастыру 3 кезеңнен тұрады. Атап айтқанда, жазылымға дайындау, жазылым тапсырмасы, жазылымнан кейінгі тапсырма. Жазылымға дайындау үлгі мәтін ұсынылады. Жазылым тапсырмасында критерий ұсынылады. Талапқа сай алғашқы нұсқаны жазады, өңдеу және редакциялау жұмыстарын орындайды. Соңғы нұсқаны ұсынады. Жазылымнан кейінгі тапсырмаға жазылым тапсырмасы бойынша ой бөлісу мен артық кемшілігін атап көрсету сияқты, яғни рефлексия жасау қолданылады. Бағдарламада графиктік мәтін құрастыру немесе графиктік мәтінде талдап жазу қарастырылған. Оқушылар өздігінен графиктік мәтін құрастыра алады. Сонымен қатар графиктік мәтінді талдап жаза алады. Мысалы, алдымен тақырыпқа байланысты әртүрлі статистикалық ақпараттары бар мәтін беріледі. Оқушылар мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайды. Ақпараттарды іріктеп, оны кесте не диаграмма түрінде ұсынады. Графиктік мәтінді талдап жазғанда тақырыпқа байланысты диаграмма, схема, суреттер беріледі. Оқушылар мен мазмұны берілген ақпараттар ауызша талқыланады. Графиктік мәтінді талдап жазу 4 бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальды мәлімет беру, қорытынды жасау. Процесті сипаттау жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсынудың бір түрі. Оқушылар берілген сызбадағы сөздерді апта күндеріндегі ауа райымен сәйкестендіріп, диаграмма құрады. Не болмаса, климаттың адам мінезіне әсері тақырыбында 120-150 сөзден тұратын мәтін құрастырып жазады. Сонымен қатар оқушыларға диаграмманы сипаттау жұмысы да берілуі мүмкін. Диаграммада 2013 жылдың әлеуметтік салаға арналған бюджеттік шығыстар динамикасы көрсетілген. Берілген графиктік ақпаратты пайдаланып, оқушы мәтін құрастыруы тиіс. Жазылым тапсырмасының бірі эссе. Эссе бұл еркін композицияға құрылған, көлемі шағын прозалық шығарма. Нақты бір мәселеге байланысты адамның жеке әсерін, түсінігін және ой толғанысын бейнелейді. Эссенің бірнеше түрлері бар. Атап айтқанда, сипаттамалық эссе, шығармашылық эссе, анықтамалық эссе, салыстырмалы немесе кереғар эссе, мәлімдеме эссе, аргументті эссе және әдеби эссе.
Эссенің құрылымдық бөліктері кез келген мәтіннің құрылымы сияқты кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлімде тақырыптың негізгі мәні мен мәлімдемесі тезис түрінде көрсетіледі. Негізгі бөлімде тақырыпты дамыту, теория, фактілер, идея, ақпараттар, параллельдеу, аналогия, ассоциация, теңеу, сұрақтар қою сияқты дәлелдеу жұмыстары орындалады. Қорытынды бөлімде жалпылау мен аргументтердің логикалық қорытындысы шығарылады. Оқу бағдарламасында жинақы мәтін жазу ұғымы қарастырылған. Жинақы мәтін бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Оқушы мәтінді толықтай түсіне отырып, мәтіндегі негізгі ойды басқа формамен бекітеді. Сонда түпнұсқа мәтін жинақы мәтінге айналады. Жинақы мәтін жазу тыңдалым және оқылым материалдары негізінде жүргізіледі. Жинақы мәтіннің тезис, аннотация, презентация, конспект, схема, тезистік жоспар, ықшамдалған мәтін сияқты түрлері бар. Есте сақтайтын жайт, жинақы мәтін түпнұсқа мәтіннен 75%-ға дейін қысқа болады. Егер кітап болса, түпнұсқа мәтіні 99%-ға дейін ықшамдалады. Өз ойларын жинақы мәтінде қосуға болмайды. Жинақы мәтін тек автор идеясынан ғана тұруы тиіс. Сөйлеу әрекетінің рецептивті дағдылары тыңдалым, оқылым, сөйлеу әрекеттері арқылы оқушы продуктивті айтылым, жазым дағдыларына сатылап келуі тиіс. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.